Табысты кәсіпкерлердің өзіне де арасында қандай да бір мотивация мен шабыт қажет болады. Сондықтан бүгінгі видеода сіздерге шабыт беретін фильмдер ұсынатын боламыз. Бұл фильмдер сізге жақсы кәсіпкер атануға, мақсатыңызға ұмтылуға көмектеседі. Егер сізде бөлісетін басқа да керемет шабыттандыратын фильмдер болса, комментарий бөліміне пікір қалдырсаңыз болады. В погоне за счастьем. Бұл мен бұрын-соңды көрген мотивацияға толы фильмдерімнің бірі. Шынайы оқиғаға сүйене отырып шығарылған фильмде Крис Гардың, ұлы Кристофердің жалғыз басты әкесі. Ол отбасын кедейліктен құтқару үшін ештеңеге қарамай талмай жұмыс жасайды. Бұл фильмнен біз қандай да бір жағдайға қарамастан жұмыстануымыз, дамуымыз керектігін түсінесіз. Біз кез келген жағдайға дайын болуымыз керек. Еңбек пен жанқиярлықтың маңызы зор, және бұл қағидаларды осы фильмде көре аласыз. Мен сізге осы киноны көруге кеңес беремін. Өйткені бақытқа жету жолындағы қиындықтарды жеңуге деген ұмтылысты осы фильмнен көре аласыз. Основатель. Бұл фильм көбіне сату және маркетинг саласында кәсіпкерлер үшін таптырмас кино болып табылады. Макдональдс тамақ желісі бүкіл әлемге танымал. Бұл фильмде компанияны бастаған екі ағайынды бауырлар және әлемдік азық-түлік желісін құрған адам туралы көрсетіледі. Бұл сондай-ақ табысқа жетуге дайын болу, еңбекқорлық пен міндеттеме көбінесе табысқа жетелейтіндігін көрсетеді. Сонымен бірге, сіз өз ойыңыз болмаса, немесе өзіңізге сенімді болмаған жағдайда бизнес бастау қаншалықты ауыр болатындығын көретін боласыз. Сонымен қатар, сіз бәсекелестеріңізді басып озудың өзі де қауіпті болатынын білетін боласыз. Волк с Уолл-стрит. Нью-Йорк финансисті Джордан Белфорд 1980 жылдың аяғына қарай ірі брокерлік компания құрады. Алайда 10 жыл өткеннен кейін ол бағалы қағаздармен алаяқтық жасаған үшін қамауға алынады. Осылайша бар жиған табыстан айырылады. Ол алкоголь және есірткіге тәуелділіктен құтылуға әрекет жасайды. Бірақ түрмеге жабылғаннан кейін ол өз өмірін ой елегінен қайта өткізіп, дәрістер оқып, кітаптар шығара бастайды. Социальная сеть. Бұл фильм Марк Цукерберг туралы және оның Facebook әлеуметтік желісін қалай құрғаны және қазіргі деңгейге жету үшін нені бастан кешкен оқиғасы туралы баяндайды. Әлеуметтік желі саласында жетістікке жету үшін шыдамдылық пен еңбекқорлық қажет екенін дәлелдейді. Facebook сияқты ірі компаниялардың тез құрылмағанын, қандай қиындықтан өткендігін көрсетеді. Бұл фильмде миллиардтық бизнеске айналудың ешқандай да оңай жолы жоқ екендігін көрсетілген. Рокки. Бұл миллиондаған адамдар сүйетін классикалық мотивациялық фильм. Сондықтан Роккиді көруге кеңес беремін. Рокки белгілі бір адамның жеңіліс тапқан оқиғасы жайлы фильм. Бізге қазір өте таныс және жиі кездесетін жағдай. Барлық жаңадан бастап жатқан кәсіпкерлер іс жүзінде жолы болмайтын адам ретінде танылады. Өйткені олар бастапқыда сәтсіздікке көп ұшырайды. Бұл фильмді көру арқылы жеңіске жету үшін тәжірибеңе қарамастан өз күшіңе сену керектігін түсінесіз. Радость. Бұл фильмде іскерлік мәселелерді қажырлы еңбек пен жанқиярлықпен жеңуі туралы көрсетіледі. Көрермендер Дженнифер Лоуренстің өз империясын құрғанын көре отырып, маңызды іскерлік сабақ алады. Егер сіз бір нәрсеге шынымен сенетін болсаңыз, және оған жеткенше қолыңыздан келгеннің бәрін жасау керектігін түсінесіз. Джерри Магуайр. Бұл фильмде сіз жетістікке жеткен сияқты адам мен нақты шын жетістікке жету арасындағы айырмашылықты көретін боласыз. Джерри Магуайр фильмі өзін-өзі тану төңірегінде өрбиді. Кәсіпкер ретінде Джерри бизнесте ақша қажет екендігін түсінеді. Бірақ адамдармен қарым-қатынас ақшаның өзінен де құнды екенін түсіне бастайды. Денежный шар. Бұл фильм қандай да бір жетістікке жету үшін көп қаражат керек еместігін көрсетеді. Мен бұл фильмді көруге кеңес беремін, өйткені ол кәсіпкерліктің және табысты бизнес құрудың көптеген маңызды қасиеттерін біріктіріп көрсетеді. Сонымен қатар, алдын ала жоспар құру мен зерттеудің кейбір бұрыс шешімдерді дұрыс шешімге айналдыратындығын көрсетеді. Boiling Room. Бұл трейдерлер мен жас кәсіпкерлерге арналған фильмдердің бірі. Фильмде Бен Аффлек кейіпкерінің керемет сөйлеу өнері бар, және ол сіздің бизнес пен ақша әлеміне деген көзқарасыңызды өзгертеді. Бұл фильмде бізге жетістікке жету үшін міндетті түрде ақылды болу керек еместігін, тек өзгелерге құрмет көрсете отырып, қабілетімізге сену керек екендігін ескертетін фильм. Гленгарри Глен Росс. Тағы бір керемет кәсіпкерлік фильм. Бұны көру кәсіпкерлер үшін міндетті болып табылады. Өйткені фильмде AIDA техникасы туралы, яғни назар аудару, қызығушылық, шешім,
әрекет сияқты ұғымдар айтылады. Бұл танымал және бұзылмайтын маркетинг әдісі. Гленгарри Глен Росс фильмі компания басшыларының шешімі бүкіл жұмыс күшіне қалай әсер ететіндігін көрсетеді.